келіп жатыр, қарым-қатынасқа байланысты, өздеріңе байланысты сұрақтарың болса, тездетіп қойыңдар, сұрақ күтемін. Новосибирсктен сәлем дейді, сәлем. Суперсушканы бойжеткен қыздарға алса болады ма дейді. Болашағыма деп алсаңдар болады, но бірақ ол жерде тақырыптар ұятсыздау. Да, мен всегда говорю, қылықты бойжеткенде, например, тек психология ғой, түнгі төсектер жоқ ол жерде, а суперсушкаде барлық жағынан. Биде бар, әнде бар, күйде бар, психологиялық сабақтар ол бар, и сексологиялық сабақтар. Үйдің тірліктерін полный қалай жасатамыз күйеуімізге дейді. Смотрите, ер азаматтың полностью үй тіршілігін жасасын десең, ол жасаттыруға болады. Но ақша табу, достигаторство, жаңағы сыртта кәдімгідей еркектік энергиясымен, басқа еркектермен алысу, жанталасы үйге ақша алып келу, сол керек болса, онда кішкене басқаша іс-әрекеттер жасаймыз. Өйткені полностью үй тіршілігінің тірліктерін бітіретін болса, ақшаны сен табу керексің. Либо керісінше. А если хочешь, чтобы и он и подарки дарил, и чтобы он хорошо зарабатывал, к тому же немножко, по дому помогал, то әйелге тән бүкіл қаруларыңды қолданасыңдар. Айна ханым, курс алдым, бойжеткен. Но скажите, в чем разница тех, кто также раз покупает и начинает получать букеты, Cartier и так далее, білмеймін, қай таракандар мешают дейді. Түсінбедім сұрақты. В чем разница тех, кто также раз покупает и начинает получать букеты? Яғни сен қылықты бойжеткенді алдың, сыйлық алмай жатырмын дейсің ба? Сыйлық алатын хотя бы жігіттер болу керек қой. Жаным, қылықтым, курсты жақсылап оқы. Психологиялық сабақтарда. Келесіңдер, деп қарайсыңдар, сыртқа шыққан кезде қолданбайсыңдар ана жердегі техникаларды. Қылмыңдап тұру керек, қорықпау керек. Ішкі андай үлкен дыраларыңмен келесіңдер, ер азаматқа деген өкпереніш наздарыңмен. И потом жүресіңдер, жік көріп болады, как будто каждый из них изменщик, как будто каждый ішінде жүргіш бәрі сондай бір конченый, абьюз болып көрінеді да көздеріңе. Конечно, біздің ішкі жан дүниеміз сондай адамды тартып тұрады. Сенің ішкі жан дүниең таза болса, таза емес болса, тазартып алсаң, тәттілігіңді, қылығыңды арттырып, және противоположный полдан қорықпай, наоборот, ашық болсаң, таныстыққа, әңгімеге, әрине ондай ер азаматтар сенің тобырымен жүгіріп жүреді алды-артыңнан. Вариант көп болады сол кезде сенде, ой, ёп-твою-мать, менеге маскасы ауыса береді, заебал уже. Жалпы жас кезде біраз жігітпен жүрген, жалпы жас кезде жүрген дұрыс па, әлде ешкіммен сөйлеспей күйеуім үшін деп жүре берген бе дейді. Неге? Зачем? Сөйлесіңдер. Боди-массаж жаңартылған түрі ма, әлде ана қыз үйреткен ескі видео ма дейді. Боди-массаж сол қыз үйреткен видео. Айна ханым жолдасымен ұрды, алтын алып беріп, көңілімді тауып жүр, стой, простите, как думаете. Ұрғанды ешқашан кешірудің қажеті жоқ. Давай бәріміз тепкілеп алайық та, сенші мұрныңнан қаныңды ағызып, одан кейін барып бір букет лақтырайық та саған, кешір, чотам деп ше, кешіре сал деп ше, кешір, мен сондаймын деп ше, кішкене далбай өптаумын, кешір, сен сонда кешіре бересің ба? Менің күйеуім сіз разбор жасаған питбуль сияқты самовлюбленный өзім деп қалған романтик емес, менің еш нәрсе күтпе дейді, а я хочу подарки, внимание. Конечно, сен оны одан сайын көтермелеп тастағасың. Сен даже мына жерде мақтап отырсың. Питбуль сияқты деп. Питбульдан садаға қалғыр. Қайдағы питбуль оған? Питбульдің пәріпі жоқ ода. Самовлюбленный, потому что сен оның эгосын подпитываешь каждый раз. Тамсанасың каждый раз. Әпшуіне жармасқансың, магнитша. Как будто бір өміріңде көрген алтын әпшу сияқты. Шынымен, нахрен вы так делаете?
төсекте қандырып жатыр ма, оргазм беріп жатыр ма, грубо, нежно, жестко, вау, күшті жасап жатыр, есін кетерліктей. Молодец, бірақ қатты жаңағыдай деп тамсанудың қажеті жоқ ер азаматқа. Жасасын, міндеті сені қандыру. Шынымен. Бір тамсанып, бір еркектердің не болды? Керісінше болу керек емес пе? Олар сендерге тамсану керек. Жақсы көру керек. Ер азаматқа, орындарында алмастырмаңдар. Ер азаматқа ойбай деп жаңа тамсануың қажет жоқ. Вау, Ташаң қандай күшті, вау, ты такой молодец, айля, тропаля. Болды, пошел нахуй. На самом деле, жүрекпен шықпасына сендер отырып ал. Негізі өмірімдегі ер азамат менің жан жүрегімнің емін емдеген. Төсекте қалай мені аймалайсың деп жан жүректен соны бір кәдімгідей соңғы сөзіңді айтып, ғашық болып, еркекке керек емес, даже если сен байың болса да. Ғашық болғанда кейіп таныт, на самом деле ғашық болған ма, жынды ма? Ғашық сен өзіңе тек қана боласың. Айдына ханым, жолдасым екінші рет ұрды, алтын алып беріп, бұны оқыдым, құтчар. Бұлар ұрса да алтын алып берсе, жарайды. Алтында. Келесі жол ұратын кезде беттен ұрмашы, көрініп қалатын. Келесі жол мына жақтан ұр. Кішкене бүйтіп тұрам, мышцалармен ұрған кезде бүйтіп тұрам, сақтанып ше. Дайын болам да, ударға дайын болам да. Бірақ қырдан қыр ұрып атқан жоқсың, елді просто так ұрып атыр. Сен хотя бірдеме беріп атсың ғой деп ше. Курсты ертең алуға мүмкіндік болады ма? Жоқ. Курсты тек бүгін алсаң, алып үлгер сағат 12-ге дейін. Адам саны өте көп. Түкке желание жоқ, вроде хочется, но как будто все сложно, энергия жоқ, короче, не знаю, ерекше балам бар, еще бір бала садикте, біреу 4 айлық бала, ертең бастаймын, арықтаймын деп, но түк продвижение жоқ, жаным, сен босанғаныңа 4 ай болды, өзіңді кінәлаудың қажеті жоқ. Нормально бәрі. Басқа саған асығудың қажеті жоқ. Ничего страшного. Өліп тірілдің айналайын, көтіңді керіп жат. Ана корейский сериалдарды қосып қой, жат. Аузыңа тық ана салайын. Ешкімнің хақысы жоқ сені напрягать етуге. Көрер едің, көтіңнен бала шықса. Сен целый адамды шығарып тұрсың айналайын. Поэтому көтіңді керіп жат, саған жарасады. Просто так керме, еще заебалын шығарып жүр. Сіздің тақырып емес, білемін, білім алып, диплом алған дұрыс па, әлде шетелге қыдырып келген дұрыс па, ақшамды қайсын жұмыстарымды білмей жатырмын, білім ал. Менде ақша пайда болса, бірінші білімге жұмсаймын. Тем более сенің кезегің емес қазір шетел аралау. Біліміңді ал, дипломыңды ал. Одан кейін барып соның жемісін көре бастаған кезде шетелге шығып үлгересің. Айдына ханым, қылықты бойжеткен екін алдым, сабақтар от, күйеуіме Айдына реттің массажына сертификат алып берші десем, неше күнде массажер алып таңертең саған сыйлық деп тұр ғой дейді. Неге осы қазақтың еркектерінің самооценкасы күшті, охуенно, ал әйелдеріміз жас қосқан сайын сүмірейе береді. Потому что біздерде еркек адамдарды көтермелеп жүреміз. Біздер деген ұл бала деп, ойбай деп. Қыздарға сен істе, сен бүйт, сен сөйт, көн, ананы бүйт, мынаны сөйт деп өте көп ответственность қыз балаларға артып қойымыз. Соның одан кейін ол өскен кезінде это норма деп есептейді. А еркектерімізге ешқандай ответственность алып, кішкене қатаң тәрбиемен орнына қойып, қыз баланы қалай сыйлау керек, оны үйретпейміз. Сонымен бұларға все можно, все положено деп өседі. Так, барар жерім жоқ, ақшамды жинап алғанша онымен тұрып жатырмын, не дейсіз, уақытша сол күйеумен тұрсам ақыл керек дейді, түсінбедім. Түкке желание жоқ, бұны оқыдым. Жігітіміз пауза алайық дегені қалай түсінсем болады дейді. Ренжіме, Аяш, өзің сүйкімді қыз екенсің. Жігітің пауза алайық десе сенен зайбалы шықты деген сөз. Сенің артық вниманияңнан, махаббатыңнан, мияулағаныңнан, қияулағаныңнан қызық емес оған. Яғни сенің әпшуің оны қызықтырмайды деген сөз. Болды, қызығы қалды деген сөз. Бля, зайбал, жазбаш деп айтпайды да. Сөйтіп айтады, пауза алайық деген сияқты. Так. Қылықты бойжеткен екі соңғы сабағыңыз көрдім. Бүгін мощно болды. Айдана ханым, качество уроков и информация просто огонь.
қатты тырыстым қылықты бойжеткенде новый форматта андай качественный видеомен кәдімгі оператормен қырылып отырып, блин, ол жерде и прямой эфирда қылықты бойжеткен прямой эфир болды, и качественный камераға түсіріп тұрды да мына жерде. Неге прямой эфирмен әрдайым курсымды өткіземін? Потому что мен айтатын информациям, сендердің тікелей көрулеріңмен больше не алам ғой, мотивация алам ше, арқам қозып мендегі шыға береді, мынау бұлақтың көзін шыққып жібересің ғой, су битеді ғой, сол сияқты ғой. Жаңа тұрмысқа шыққалы тұрған қызға суперсечка курс алған дұрыс па дейді? Жоқ. Зачем? Сенің уровеніңдағы сабақтар емес ол. Ол 5-6 жыл, 2 жылдан кейін 5-6 жыл, 10 жыл, 15-30 жыл жаңағы уже бір-біріне әпшуін көрсе нерв созатын парочкалар ғой. Вот соларға күшті да. Отношенияны жаңарту, новый этапқа көшу, бір-бірін тасын сен. Бүйтіп атыр. Не қимыл жоқ, не іс-әрекет жоқ. Жата бер. Қаның басыңа шауып кеткен ғой. Қимылдасай, тоңқа, еңке, даже біткен кезде, шалқайған кезде бүйтіп қан былай қарай, жоғары қарай кетеді ғой, Сол төбеңе қарай кетіп қалған қандарды төменге қарай түсіру үшін, бүйтесің. Көрдің ба? Бәрі придумано. Көрдің ба? Дейсің, зато мына мышцаларының бәрі бар ғой, ойнап тұрады ғой. Молодец, соны істе. Ой, мыналардың шектері қатқапты. Қалай солай, так, бұны оқыдым сұрақты. Сіздің курсыңыздың арқасында ақылымыз кіріп қалды, уже ажырата аламыз, рахмет сізге дейді. Алла риза болсын дейді. Ол қалай сонда ғашық болма деген дейді. 100 рет айтты осыларға. Осы курсты күйеуіме қалай алдыртып алса болады, Айна ханым? Жан. Бір курс бар. Өте дамығым келеді. Қай жағынан тезірек айтсай, неғылдай өттап өтсін десе. Жан, мен оны былай саған айта алмаймын телефон арқылы. Саған мен көрсету керекпін, не курс екенін. Үйге келеді, шортигін шештің, трусын шештің, былай искедің, депше есіңді жиясын, лақтырып жібердің. Таң, жұмыртқасын фөкіткіздің. Я понимаю, иіс болу мүмкін, потому что сен неожиданно кеп қалдың оған. Жуындырмай жаңағы ше, жуын десең біліп қойды ғой. Неожиданный бір сюрприз болу керек та оған ше. Жұмыртқасын бит жібердің. Ана жүндердің арасында иіс шығу мүмкін. Я примерно предполагаю, жұмыстан шаршап кетті, көттеген терлейді. Жұмыртқаның астына ауа кірмейді. Я понимаю. Но курс керек, да. Бит жібердің, ана иістің өзі бит кетіп қалады өзі. Сөйтесің, дейсің, екі жұмыртқаны бүйтіп уқалайсың, трам. Бұлардың қолдары да қатқан ғой, осыны көрсетсең, бүйтеді ғой міне. Тарам. Жұмыртқасын сипаған кезде ана өзі бүйтіп фөкіп тұрады. Сосын кейін бар былай, мяу дейсің, мына жағынан өттің, мяу дейсің тұрып тұрған кезде. Мына жағынан өттің, дейсің, мына жағынан өттің, дейсің, потом барып тұрғызып алдың, потом уздечкасына таң, саусақпен таң, Yes. Тұрып уже, да? Өліп барды, соң курстан ақ білсең болатын еді ғой, қатын. Өзіне қимай жүреді 5 теңгесін. Тегін разборыңнан өзгеріп, тегін разборда саған біреу бірдеңе айтып жатыр ма техника? Жын қатын содан нерсің. Сосын бүйтіп тұрғызып алдыңыз. Көрдің ба? Тіліңмен былай сипап өттің. Головкасынан былай сипап өттің, а потом обратно былай сипап өттің, сосын тағы сипап өттің, сосын
үрледің, ыстық ауа жібердің. Үрледің, суық ауа жібердің. Представляешь, ауызбен де суық, ыстық ауа жіберуге болады. Өмірде курсында алмағандар бақуй шығар. Уәля деп, уля. Ұялбасты. Сосын аласың, мана көрдің бе? Қолыңа репетиция жаса. Десең ыстық ауа, десең суық ауа. Дұрыс па? Дұрыс, вот. Шықты ма? Шықты. Сөйтесің да дразнить етесің ғой. Оля, сормай, издеваться етесің. Бұлар сорып жатыр, бұлар асқазар деп сорады ғой. Пешера, соны ойлайды, мен сорып жатырмын деп. Курсқа қатыспай, анда көргендері бар, мында көргендері бар. Ойлайды сол, мен минеттің королевасымын деп. Баған неменеге машина бермейді, ананы бермейді. Қойшы, айналайын. Біздің отырмашы. Сосын аласың да тіспен шық ойнадың. Тіспен шық ойнадың. Да. И дейсің аузыңды терең. И тіспен головка. Қайттан ыстық ауа үрледің, шығардың. Ана бешера қашан сорады деп атырсың. А сен ойнап атырсың. Жан дейсің. Ау дейді, ол уже бүйтіп сені тыңдайды. Ау дейді. Осындай курс қой, ойлашы. Сен және мен екеуміз үшін ерлі сайыптыларға арналған осындай курсты жонмен алайыншы дейсің. Томарлар отқан шығар. Не қыл дейді? Алайыншы. Даусың реттеші. Даусыңның өзі бір қорқыныштышы. Деп гүр-гүр етіп тұр. Вот. А потом суп с котом. Тұрғызып алдық, үрледік, сүрледік, а потом қалған курста, короче, білесің, посмотрим. Немене мен саған, немене? Бесплатный кітап бедім, бесплатный предложение медім. Вот. Өліп барды тыңдап ше. Тұратыршы деп. Мам, болдым, тышып десе, тұратыршы деп. Сосын, сосын. Өлдім дейді. Вот. Мен ұстайын десем ұстатпайды, тұрмайды, дәрі ішеді виагра. Сол уақытта ғана тұрады маған измена. Жасап жүрген сияқты, сонда маған тұрмай ма? Урологқа бар десем. Кім? Есімің кім? Оптым кезек тұра тұр. Саған оптым тұрмайды ғой. Не үшін айтайын ба? Қазір шешінді айнаға қараш. Өзіңдікі тұрып тұрма. Білем, сенікі тұрмау керек. Ағады ғой ше. Вот, айнаға қараған кезде әйел адам өзінен өзі ләззат алып, айнаға қараған кезде өзін өзі қалап тұрса, қасындағы партнернікі тұрмау деген невозможно нәрсе. Егер сен айнаға қараған кезде жалпиған, қампиған, томарды көріп тұрса, извини. Да? Значит, проблема қай жерде? Значит, проблема өзіңді қабылдамауыңда. Окей. Так. Сәлем деп амандасып отырмай 2 сағат бар ғой. Сұрақтарыңды қойсаңдаршы. Не адамей? Бір нәрсе сұрайын деп едім дейді үші. Извиняюсь, курс алдым. Қылықты бойжеткен результат жоқ. Неліктен басқа қыздар жіберіп жатыр ғой, результат неше түрлі дейін. Көріп жатырсың ғой чатта. Анарочка, көріп жатырсың результаттарды. Фейс, мына түріңе қара. Мен айтам әрдайым, қылықты бойжеткен. Мордаң недовольные. Қасыңа бұруға қорқамыз, сөйлеуге қорқамыз. Бетіңе сідігін шашырап тұрады. Кім білет? Может, қылықты шығарсың, может, үйреніп жатқан шығарсың, бірақ түрің физиономияң бітіп тұр. Деп ше? Қорқынышта. Қорқынышта оны өзің ат әдемісің, көт боп тұрасың ғой. Деп. Айналайын, қазір жігіттерің қорқақ айналайын. Түріңнен қарайды бірінші. Майымыз ағып жатса, сіздің курстан кейін самооценка топ қой, айнаға қарап майымызды да жақсы көреміз. Вот. Айна ханым сөйлескен жігіттердің бәрі бір аптадан соң кетіп қала береді, бірақ бывший дейді. Потому что вы тупенькие.
жоқ, реально. Мен қылықты бойжеткендер алдыма келеді да. Әп-әдемі, соска, фигура десе фигура. Қылық десең қылық бар. Сәлем деп дауысы жіп-жіңішке. Қалайсың дейді. Болды, ары қарай нөл ғой. Не істеп жатсың? Шай ішіп отырмын. Не істеп жатсың? Шай ішіп отырмын. Сосын не істейсің? Сен? Аспасын деп ше. Пустышка. Сен, если хочешь қасыңда Эдуардты көруге, я?